кеш қарайып қалды. Анау кісі кім болды? Жарқынтай! Жарқынтай балам! Ау! Жарқынтай, бері кел! Қайдасың? Қазір, әке. Ай, балам, асықпа. Аттарды жайғадың ба? Бәрін сіз айтқанда жайғадым, әке. Ой, жарайсың. Балам, бері келші. Я. Менің көзім жетпей тұр, анау. Ауылға беттеп келе жатқан кісі қарасы кім болды екен? Қайсы? Анау ма? Біздің ауылдікіне ұқсамайды, Танымадым, әке. Сен онда былай қал, балам. Барып сұра. Егер Құдай қонақ болатын болса, тікелей атының басын біздің үйге бұрға. Жарай ма? Жарайды, қазір. Бар, жүгір, балам, күтіп ал. Қазір. Жүгір. Кенжеш. Оу, Кенжеш. Қайда жүресіз, Кенжеш? Әй, шырағым, бер кел. Қазір біздің үйге Құдай қонақ келеді. Әзірлене бер, жарай ма? Болды, жарайды. Мен дайындала берем. Жүгір. Ата, жүріңіз, бұлай қарай төрлетіңіз. Айналайын. Кіріңіз. Өркеніңіз. Әкем күтіп отыр. Жүріңіз. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Уағалейкум әссәлем балам. Амансың ба? Аманбыз ата, армыз. Өздеріңіз аман сау жүрсіздер ме? Қайда беттеп келесіз? Балам, мен сонау Түркістаннан шығып, Әулиатаны бетке алып келем. Жолай күйіктің арғы жағындағы Мыңбұлақта тұратын жиенімнің үйіне түнедім. Содан сәске ауғанда шығып, ендігі жеткенім сенің ауылың болды. Ендігі шақарға жетем дегенше түн ортасы болып қалайын деп тұр. Қалың шақарда, қараңғыда іздеген үйімді таба алмай қаламын ба деп, соған осы ауылға бір Құдай қонақ болсам ба деп тұрмын. Әрине ата, о не дегеніңіз? Қонақ келді, құт келді дейтін қазақтың баласымыз ғой. Біздің үйге түсіңіз. Есігіңіз ашық, жүріңіз. Құдай пейіліңнен берсін, айналайын. Жарқынтай балам, атаңның атын байлап, алдына жем-шөп сал. Жарай ма? Қазір, әке. Жүгір. Қазір. Жүріңіз, ақсақал. Үйге кіріңіз, қонақ болыңыз. Құдай тілеуіңді берсін, айналайын. Әумин, ақсақал. Алса шаршаған боларсыз. Жарқынтай! Жарқынтай! Ау! Қалдарың қалай, Жарқынтай? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жарқынтай, ана байланып тұрған шұбар айғыр сендердік ме? Анау ма? Жүріс жақсы екен, қайдан алдыңдар? Ол үйге Құдай қонақ келген. Сол кісінің аты ғой ол. Қонақ? Құдай қонақ? Ол қандай қонақ? Ой, соны да білмеймісің? Құдай қонақ деген арнайы шақырылмаған, тосыннан келген қонақты айтады. Сонда сендер даладағы танымайтын біреуді қонақ қылып күтесіңдер ме? Олай деме, танымасақ танысамыз. Біздің үйдегілер айтады, қонақтың ең жақсысы Құдай қонақ, астың ең жақсысы Құдай қонақпен бірге ішкен ас деп айтады. Өзі бір 100 жыл ақсақал екен. Кешке қарай қызық әңгімелерін тыңдаймыз. Сен де жүрсеңші кеттік. Шақырған жерден қалмайсың ғой. Бірақ өзің білесің, бізде қазір мал төлдеп жатыр, мен барып әкеме жәрдемдесуім керек. Мен кеттім онда. Тоқташы, одан өзің ертең айтып бересің. Білесің ғой, ертең ана көрші ауылда ас болады. Сонда бәйге болайын деп жатыр, сол бәйгеге бірге барайықшы. Иә, барсақ барайық. Онда сен ана әкеңнің дайындап жүрген жылқысын ертеп шықшы. Ол, әкемнен сұрап көрейін, берсе алып шығам. Бірақ ол асау ғой. Ой, жарайды, қорықпаймын мен. Жақсы онда, жақсы, Жарқынтай. Сұрайым. Ақсақал жүріңіз. Ой, айналайын, Мұратбек. Қалай, Құдай тілеуіңді берсін. Ой, жолдан шаршап қалған екен. Ал, бісміллә. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал, Мұратбек, ер азығы, бөр азығы жолда демекші, тәуекелдеп шыққан құлына өзіңдей қонақжай адамды жолықтырған үшін Құдай тағалама мыңда бір шүкір, тәубе деймін. Өзіңдей асыл азаматтың үйінен келін шырағымның қазанынан дәм бұйырды. Алла риза болып, Құдай тілеулеріңді берсін. Әумин, ақсақал. Мұның енді бір көрген біліс, екі көрген таныс деп жатады. Қаратаудан әрі-бері асқанда, мынау біздің үйге қонақ болып келіп тұрыңыз, ақсақал. Ой, айналайын. Есігіміз әрдайым ашық. Көңіліңнен айналайын, Мұратбек. Енді жол мұраты жету демекші, мен жолыма аттанайын ертегінді кеш қылмай. Ал, қолдарыңды жайыңдар. Иллахи әумин. Астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін. Бақ қарап қыдырдарып, бала шағаңа бақ құшып, үйлеріңе жақсылық енсін. Дастархандарың мол болсын, абыройларың зор болсын, шаңырақтарың шайқалмасын, бақ дәулеттерің ортаймасын.
жаратқан ием өзі жар болып, не сұрасаң да қайтармасын. Шаңырақтарың биік болсын, керегелерің кең болсын, босағаларың берік болсын. Аумин, Аллаху әкбар. Ал бисмилля. Тұрыңыз ата, жүріңіз. ойбай ай көмектес Келіңіз, көмектесейін. айналайын Ақсақал, үйіңізге келіп, құдай қонақ болдыңыз, батаңызды беріп жатырсыз. Енді қазақта айтады ғой, тілеуіңізді, қалауыңызды айтыңыз деп. Сіздің ризалығыңызды алайық, қалғаныңызды айтыңыз, ақсақал. Қалауыңды дейсің бе? Иә, Ай, ол қалай болар екен, ыңғайсыз болады ау. Енді, айтыңыз, ақсақал. ай, онда анау арқандаулы тұрған боз биеңді алайын. Соны қаладым. Әрине, ақсақал. Қонақ риза болсын. Балам, боз биен бері алып келші. Ай, балам, боз биен бері алып кел деймін саған. Қазір әкел. Ақсақал, Ой, ниетіңнен сіз айналдым, риза Мұратбек. болсаңыз болды. Ай, балам! Ай, балам! Қоя бер! Мұратбек, айналайын. Биеңді ала алмайтын болдым. Неге ақсақал? Сен одан маған анау жатқан төбетіңді бер. Соны қалап тұрмын. Төбет дейсіз бе, ақсақал? Иә, төбетіңді қаладым. Берсең, соны алайын. Ай, балам, боз биені қоя тұр. Бар да сен көк төбетті бер алып келші, жүгір. Төбетіне сәке. Бар, жүгір деймін. Төбетті ма? Иә, қонақ риза болсын. Көңіліңнен айналайын, Мұратбек. Ай, балам! Ай, бала! Балам! Қоя қой, итті жібере сал. Ай, Мұратбек, итіңді де ала алмаймын. ақсақал, мұныңыз не? Мен сізге шын көңіліммен, шын ниетіммен айтып отырмын. Ақсақал, егер бұған көңіліңіз көнбесе, көкпарға деп таң асырып қойған бесім бар еді. Соны алыңыз. Ай, Ақсақал, сенің көңіліңде шүбәм жоқ. Жүр, одан да үйге кіріп сөйлесейік. Сендерге барлығын өзім түсіндіріп берем. Жүре қойыңдар. Ал. ол қалай болды екен? Жүріңдер, жүріңдер. Мұратбек, айналайын. Әуелі биеңді сұрағаным, үйіңнің берекесі биеңде екен. Балам барып биенің шылбырынан ұстаған сәтте берекең итіңе ауды. Сосын итіңе балаң барған уақытта берекетің керегеңе келіп жайғасты. Міне, енді мен боз биеңмен итіңді алғаныммен мына керегеңді сұрауым әдепсіздік болар еді. Түсіндің ғой. Мұратбекжан, мына байқап қарасам шаңырағыңда қуса да кетпейтін бір берекет бар көрінеді. Осы саған қайдан келген? Сен оны қалай сақтап жүрсің, соны айтшы, а? Ақсақал, сырымды жасырмайын. Мен бір кедей өскен жетімнің баласы едім. Ер жеткен соң, ағайын туыс жиналып, жақсы жерден қыз айтты. Сол тойда нағашым осы боз биені ұстап тұрып, балам, мынау саған, енді сен бірақ маған әрдайым сыртымнан дұға жасап жүруді ұмытпа деп еді. Осы боз бие келген соң, шегіміз ағарып, ырысымыз артып, берекеміз бекіді. Содан бері мен осы боз биені көрсем, әрдайым нағашыма Алланың разылығын тілеп дұға жасап жүрмін, ақсақал. Хайпа. Мен Тәңірім берген берекеттің сырын осыда деп білем. Бәрекелді. Мұратбек, өсер елдің азаматы сендей ақ болсын. Нағашыңның әуелден боз биені шын ниетімен бергені ғанибет болған екен. Одан соң пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Өзі нағашысы Сағыт ибн Әбу Уаққасты оған Алла разы болсын, ардақ тұтқан. Осындай нағашы кімде бар екен деп мақтан тұтқан. Мәссаған. Сол секілді сенің де нағашыңна дұға жасап, ол кісіге құрмет көрсетуің нағашыңа деген құрметің. Әрі Расул Алла
оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын, сүннеті. Ал бұл екіншіден. Үшіншіден, сенің шаңырағыңа қонған берекеттің сырры, айналаңдағы адамдардың барлығын риза етіп, солардың ақ батасын алып жүргеніңде. Қазақ атам айтады, жақының болсын, үйіңе ат басын бұрып келген, құдайы қонағы болсын, сый сияпатсыз жібермеген. Себебі бұндағы мақсаты келген қонағы үйдің егесіне Алладан берекет тілеуі болып тұр ғой. Сонда әлгі сыйлықты алған адам сыйлықты берген адамға сырттай дұға жасауы міндет болады. Сонда алған сыйлығының берекеті болады. Көрдің бе? Ай, Мұратбек, сенің де нағашыңа сырттай дұға жасап жүруің саған келген малдың құт боп даруына себепкер болып тұрған жоқ ба? Дұрыс Хадис айтасың. шәріпте мұсылман адамның сыртынан дұғасы қабыл болады делінген. Өйткені оның жанында өкілетті періште тұрып, әмин, саған да осы нәсіп болсын деп тілейді екен. Міне, көрдің бе? Енді берекең кетпесін, ырысың артсын балам. Әумин ақсақал. Сіздің алдыңызда абыройсыз болам ба деп ұрып кеттім. Абыройдан айырмаған Аллаға шүкір. Ақсақал, бұның барлығы өзіңіздей қариялардан алған өнеге, жетім өссемде желеп өсірген ағайын туыстан алған тәрбие ғой. Жөн. Рахмет ақсақал. Айналайын. Мұратбек, осы қалпыңнан тайма. Ұстанымы берік адамның мақсаты айқын болады дегенген. Бір күн дәмдес болғанға 40 күн сәлем деген бар. Енді міне, мен де сенің сыртыңнан дұға жасап жүретін болам. Ал, бисмилля деп мен жолыма тұрайын. Ал, бисмилля. Бисмилля. Жүріңіз ата. Ай, балам, сен атымды реттеп қойдың ба? Иә, бәрін реттеп Ой, қойдым. айналайын. Өркенің өссін, көсеген көгерсін. Жолың ашық болсын. Әумин. Ал Мұратбек, жол мұраты жету демекші, жүрейін мен. Ай, ақсақал, сәт сапар. Аман болыңдар, Мұратбек. Аман болыңыз. Ал, келін, сау бол. Былай қарай. Атыңызды міндеттеп. Жүріңіз. Жүріңіз ата. Рахмет, айналайын. Алла риза